Сәлем достар, бүгін қаймақты бәліш, яғни сметаник дайындаймыз. Ол үшін бізге ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, қантымызды салып, және жұмыртқа бөлме температурасындағы сары майды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Оны пакетке салып, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, қант және жұмыртқа қажет. Біздің салмамыз дайын болды. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, формамызға орналастырамыз. Мендегі форма дөңгелек емес, төртбұрышты. Осылай жан-жағына тегіс етіп қамырымызды жайып алып, үстіне салмамызды саламыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған пешімізге 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Өте дәмді және тойымды қаймақты бәлішіміз дайын болды. Ас болсын.